Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге мен тағы да бір аптаға дайындық асын жасайтын боламын. Алдыңғы жолы 4 кило фарштан жасаған болатынмын. Бүгін ассортимент қылып жасаймын. Енді алдыңғы видеоны көрмегендеріңіз болса, сілтемесін осы видеоның астына қалдырамын. Қарап шығуларыңызға болады. Достар, видеоны қарамас бұрын мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып отыруларыңызды сұраймын. Ал, бисмилля, кеттік. Енді ол үшін менде үйде бар алдыңынан қалған 1 килограмм тартылған ет болды, малдың бауыры, және дүкеннен осындай тауықтың сандарын алдым, 3 дана. Сосын қолдан жасалған қатпарлы қамыр, және осындай дүкеннен алынған тауықтың көкірегі. Бірінші мен тауық аяқтарын маринаттайтын боламын. Ол үшін соевый соусқа паприка, тұз, бұрышты және сұйық май араластырып алдым. Сосын тауықтың сандарының айналасындағы керек емес жерлерін кесіп алып тастадым да, бетінен 3 жерінен тіліп алдым. Осылайша 3 аяқтың барлығын дайындап алдым да, оған тұздығымды салып, қолыммен барлық жеріне бір тегістей жағып шықтым. Сосын оны 2 сағатқа бойына тұздық сіңу үшін тоңазытқышқа қойдым. 2 сағаттан кейін мұздатқышқа сақтауға қатырып қойдым. Енді бұны алдағы уақытта пешке картоппен бірге пісіріп алатын боламын. Екінші және үшінші тағамға мен тауық көкірегінен жасайтын боламын. Яғни грудка деп атаймыз ғой. Бұл бір пачкеде 3-еуден, яғни менде 6 тауық шықты. Оның барлығының бірдей шеттерін кесіп, компактіне қылып дайындап алдым. Осылайша бұның шеттерінен кесіп алған майда бөлігінен бір тағам, үлкен бөлігінен екінші тағам дайындайтын боламын. Егер сіз менің жаңа көрерменім болсаңыз, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймын. Өйткені менің каналымнан көптеген рецептілерді көре аласыздар. Егер ұнаса, достарыңызға да бөлісіңіздер. Көріп тұрғаныңыздай майда бөліктерін тағы да кесіп дайындап алдым, туралап. Сосын онымен бірге қуыруға пияз турадым, 1 пияз, және де араластыруға укроп дайындап алдым. Енді қызып тұрған табаға май құйып, бірінші жаңа тауықтың еттерін салып, қуырып алдым. Одан кейін екінші пиязды салдым, оған тұз, қара бұрыш және де қара бұрыш салып қуырдым бірінші. Одан кейін сүт құйып, кішкене бұқтырып қойдым бір 10 минутқа. Етім піскенше мен қамырын жазатын боламын. Бұл менде қатпарлы қамыр, яғни үйден өзім дайындаған малдың майынан жасалған қатпарлы қамыр. Малдың майынан қатпарлы қамырды қалай дайындағанымды видеоға түсіріп, осы видеоның астына сілтемесін қалдырдым. Қарап шықсаңыз болады. Енді көріп тұрғаныңыздай қамырды орташа жұқалықта жазып, оны үлкен 4 бұрышты бөліктерге бөліп алдым да, етке аскөгімді араластырдым, және қамырды конфет сияқты 2 жағын бүктеп дайындап алдым да, ортасына жаңағы етімізді салып, толтырып, оның бетіне 2 тал кесілген қызанақты қойдым, және ыңғайлы ыдысымызға жайғастырып, бетіне сыр себелеп, оны басында осылай мұздатқышқа сиятын ыдысқа қатырып алдым. Одан кейін ыңғайлы болу үшін кәдімгі одноразовый пакетке салып қойдым. Ал енді үшінші тағамымызды дайындаймын. Тағы да паприка, тұз, қара бұрышқа сұйық майды құйып араластырып алдым. Одан кейін жаңа грудканың ірі бөліктеріне жағып маринаттап қойдым. Енді сосын оған қызанақ пен сырды бір-біріне көлемі келетіндей қылып кесіп алдым, дайындап. Бұларды мен пешке ас пісіруге арналған осындай арнайы қағазға салып сақтайтын боламын. Яғни пергамент қағаз дейміз ғой. Оны да конфет сияқты 2 жағын бүгіп дайындап алдым. Сонда ортасы ойық болады. Ортасына жаңағы грудкамызды 3 жерінен тіліп дайындадым да, бірінші қағазға жайғастырдым, видеода көріп тұрғаныңыздай. Қағазға жайғастырғасын жаңағы 3 тілінген жеріне сыр мен қызанағымызды салып, мұздатқышқа қатыруға жіберемін. Бұны мен қасына гарнирге картофельный пюре немесе күріш пісіріп, ал өзін пеште, духовкада пісіріп дайындап алатын боламын. Ал енді 4-ші күнге дайындаған асым пицца. Жылы суға тұз, қант, сүт, дрож, ұн салып, жұмсақ қамыр илеп алдым. Бұл қамырды мен ең басында барлық тағам дайындамай тұрып илеп, жылы жерге сақтап қойған болатынмын ашығанша. Енді қамырым ашығасын, көріп тұрғанымыздай столдың үстін майлап, 4 бөлікке бөлдім, яғни 4-еуі пиццаға арналған, ал 5-ші үлкен бөлігі ол кәдімгі күнде жеп жүрген батон нанымыз. Енді қамыр демалып тұрғанша, оның бетіне қоятын помидорын турап жатырмын. Одан кейін сырын үккіштен өткізіп дайындап қойдым, және мында фаршқа
бұрыш, тұз және де майдалап туралған пиязды қосып араластырып алдым. Яғни менде фарштан пицца болады. Енді үлкен осындай холодный салатын тарелкаге бірінші май жақтым. Ол жаңа мұздатқышта қатқаннан кейін оңай алыну үшін қамырдың. Енді май жаққасын қамырымды осылай қолмен жазып алдым да бірінші кетчупты жағып алдым. Кетчуптың үстіне кішкене сырды қойдым. Оның үстіне әлбетте жұқалап фаршты қойып алдым және оның үстіне помидорды жайғастырдым. Енді дәл осылай мен мұздатқышқа қатуға жіберетін боламын. Ертең пісірген кезде пісуіне 1 минут қалған кезде бетіне сыр қоятын боламын. 5-ші тағамға самса дайындаймын. Тағы да осы жаңағы малдың майынан жасалған қатпарлы қамырым өте жұмсақ, өте дәмді шығады. Қыздар, малдың майынан қатпарлы қамыр дайындауға кеңес беремін. Өте күшті шығады. Мінекей бір қамырды жазғанда менде 8 бөлік шықты. Орташа тарелкамен дөңгелек пішінде кесіп алдым да, алғашқы осы 8 бөлігін пирожки пішінде бүгіп, шеттерін қайырып, өргендей қылып қайырып алдым. Видеода көріп тұрғаныңыздай. Осылайша 8-інде дайындадым және бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт сеуіп дайындап қойдым. Және қамырдың тағы бір сондай бөлігін жаздым да, одан дәл солай 8 бөлік шықты, бірақ оларды 3 бұрышты етіп бүктім. Сонда менде 16 самса дайын болды. Осындай жартылай дайындалған самсаларды дүкеннен де сатып алып жатасыздар да асыққан кезде. Уақытыңыз жетіп тұрған кезде үйден дайындап қойсаңыздар өздеріңізге біраз жеңіл болады. 6-ші тағамға менде картоптан котлет. Картопты бірінші жақсылап жуып, турап, оған тұз салып, бір қайнатып пісіріп алдым. Одан кейін оны езіп пюре қылып, оған көк жуа қостым, бір жұмыртқа қостым және де тығыздығын сақтау үшін ұн қосып араластырып алдым. Оның орнына болса крахмал қоссаңыздар тіпті жақсы болады. Және де ол үшін маған қажет тағамдар 2 жұмыртқа және панировочный сухарь керек болады. Ал енді жасалу жолы бірінші тақтайдың үстіне ұн себелейміз. Үлкен кіші өзіңізге байланысты картопымызды алып ұнға осындай бір стаканмен айналдырып дөңгелек пішін жасап аламыз. Сосын оны бірінші жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухарьға салып, уже жұмыртқаға салғасын пішінін өзгертеді. Сондықтан стаканмен қайтадан айналдырып дөңгелек пішінін сақтайтын боламыз. Бұл котлеттерді майға қуырып алатын боламыз. Прям сырты қышырлап, іші жұмсақ болып өте дәмді шығады. Әсіресе балдар қатты жақсы көреді деп ойлаймын. Тағы бір айта кететін жайт, егер крахмал емес ұн араластыратын болсаңыз құрамына, онда мұздатқыштан шыққасын көп ұзамай бірден қуырып алыңыздар, өйткені ол жұмсарып, уже пішін өзгертіп жібереді. Ең соңғы дайындайтын асым бұл бауырдан котлет. Бауырды алдымен осындай кіші бөліктерге бөліп, оны мясировкадан немесе блендерден өткізіп аламыз. Және оған блендерден өткізілген осы тағамдардың барлығы пияз, картоп, сәбіз және укропты қосамыз. Оған тұз және бұрыш, сонымен қатар жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқа қоссаңыз жарайды. Сосын оған сүтті қосып араластырып аламыз да, одан кейін жарты стакан ұн қосып тағы да араластырып дайындап аламыз. Бауыр котлеттің құр өзін жегеннен көрі начинкасымен жеген жақсы көремін. Сондықтан осылай табаға бірінші май құйып, табаның көлемінде қылып, үлкен дөңгелек қылып жазып, бір жағын пісіріп алдым да, жай отта. Сосын екінші жағын аударып, оны да пісіріп, барлығын осылай дайындап алдым. Одан кейін майонезге үкіштен өткен чеснокты, сосын укропты қосып араластырып дайындап алдым. Одан кейін бауырды барлығын бір пішінде дөңгелетіп шеттерін кесіп алдым да, әрбір қатардың ортасына жаңағы майонезімді жағып, яғни әрқайсысын 4-5 қатардан дайындап алдым. Осының менде 2 бөлігі шықты, және мен шыдай алмай осы жерде бір бөлігін кесіп жеп қойдым. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Ал достар, құрметті қыз-келіншектер, егер сіз жұмыста жүрген адам болсаңыз, тіпті үйде отырсаңыз да, дәл осы әдіспен 1 апталық немесе тіпті 1 айлық тағамыңызды дайындап мұздатқышқа салып қойсаңыз, өміріңізді жеңілдетеді, басқа нәрселерге көбірек уақыт табасыз күндегі тамақ пісіруден. Және кешке қандай тамақ пісірсем екен деп бас қатырмайсыз, өйткені сіздің тағамдарыңыз уже дайын тұр. Бар болғаны үйдегі адамдардан кешке қайсысын жейсіз деген сұрақ қана қоясыз. Өте керемет. Ал достар, осы видеом ұнаған болса, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менің каналым даму үшін маған жазылып, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Не де болса, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.